Барлығыңызға сәлем. Көптеген адамдар таңғы ас ішудің маңызы зор екенін естіп те жүр. Және адам өмір сүрген сайын бұл өзекті бола түсуде. Біз бүгінгі шығарылымда 50 жастан асқан адамға таңғы асқа арналған ең жақсы тағамдарды жинап қойдық. Жас ұлғайған сайын дене бұлшықет жасушалары мен сүйектері көптеген өзгерістерге ұшырайды. Ол үшін оған арналған керемет дәрі болмағанымен, бұл өзгерісті болдырмаудың жолы бар. Қандай өзгерістер екенін айтпас бұрын мен сізге өтінішім бар. Менің каналыма жазылып, қоңырау шалып, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Сіз тағамыңызға өзгерістер енгізе аласыз. Ол қартаю процесін бәсеңдетуге көмектеседі және сіздің денсаулығыңызды қамтамасыз етеді. Дұрыс таңдалған дәрумендер мен қоректік заттар салауатты таңдалған тағамнан 50 жастан асқан адамдарға жақсы сезінуге көмектеседі. Пайдалы және дәмді таңғы асты таңды жақсы көңіл күймен бастауға көмектеседі. Күш-қуат беріп, көңілділік сыйлайды. Таңғы ас метаболизмді бастауға және денені күндізгі белсенділікке дайындауға көмектеседі. Таңертең тамақ ішпеу зейіннің нашарлауына әкелуі мүмкін. Ас қорыту бұзылысы болады. Шаршау және тітіркену сезімін тудыруы мүмкін. 50 жастан асқан адамдарға таңғы асқа арналған керемет өнімдер. Жұмыртқа жеңіл пайдалы таңғы ас үшін тамаша нұсқа. Пісірілген жұмыртқада жоғары мөлшерде ақуыздар бар. Жасына байланысты бұлшықет массасының жоғарылауын өтейді. Сонымен қатар жұмыртқа Д дәруменіне бай. Ол кальцийдің дұрыс сіңуіне қажет және ақуыз көп. В дәрумендері бар. Сонымен қатар жұмыртқа жақсы сіңеді және салмақ жоғалтуға көмектеседі. Бұл өнімде өте көп ақуыз бар. Сонымен қатар жұмыртқаның құрамында мырыш, темір сияқты минералдар бар. Олар денсаулықты қалпына келтіру үшін маңызды. 50 жастан кейін біздің денеміз бұлшықет массасының төмендеуі, сүйек тығыздығының төмендеуі, гормон деңгейінің төмендеуі сияқты өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан бұл процестерді бәсеңдетуге көмектесетін тағамдарды жеу маңызды. Жұмыртқада бұлшықет массасын және сүйек денсаулығын сақтауға көмектесетін ақуыздар мен витаминдер бар. Холин мидың денсаулығы мен жүйке жүйесі үшін маңызды қоректік зат болып табылады. Ол есте сақтау қасиетінің жоғарылауына көмектеседі. Бұл әсіресе егде жастағы адамдар үшін маңызды болуы мүмкін. Дегенмен, кез келген басқа өнімдер сияқты жұмыртқаны басқа пайдалы тағамдармен біріктіріп тұтыну маңызды. Тауық жұмыртқасын қуыруға, қайнатуға, салаттарға, гарнирлерге және ет тағамдарына қосуға болады. Жұмыртқаны дайындау немесе омлет жасау көп уақытты қажет етпейді. Дегенмен бұл тағамдар сізді түскі асқа дейін энергиямен қамтамасыз етеді. Су, кәдімгі су. Бұл жер бетінде бірде-бір тіршілік иесі жоқ ең маңызды өнім. Мүмкіндігінше таза су ішуге тырысыңыз. Бұл теріңіздің балғын көрінуіне, метаболизмді жақсартуға және артық салмақтан тез арылуға көмектеседі. Йогурт. 50 жастан кейінгі адамдарға йогурт өте маңызды. Үнемі ақуызды ашытылған сүт сусындарын ішу, олар ішектің ас қорытуын жақсартатын бай пробиотиктер және сау сүйектерді сақтау үшін қажет кальций болып табылады. Ешқандай қоспасы жоқ қарапайым грек йогурты ағзаны тез қанықтандырады және дененің дефицитпен толықтыруға көмектеседі. Егер сіз оны жегенді ұнатпасаңыз, жай ғана жемістерді, жидектерді және жаңғақтарды қоссаңыз болады. Табиғи йогуртқа немесе айранға қантты қосуға ұсынылмайды. Оның орнына жаңа піскен жидектер, банан, бір уыс хлопьямен немесе бір ас қасық балмен ауыстырған дұрыс. Овсянка 50 жастан асқан адамдар үшін пайдалы және қоректік өнім болып табылады. Құрамында көптеген қоректік заттар бар. Оның ішінде В дәрумені, темір, мырыш, магний, фосфор және басқа да маңызды минералдар бар. Бұл компоненттер жүрек сүйектері бұлшықеттерін және жүйені сақтауға көмектеседі. Овсянка құрамында еритін талшықтар бар. Ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қант диабеті, семіздік және жүрек қан тамырлары аурулары сияқты әртүрлі аурулардың даму қаупін азайтады. Овсянка бұл қандағы қант деңгейінің күрт өзгеруіне әкелмейді. Бұл әсіресе қант диабеті жоғарылау қаупі бар 50 жастан асқан адамдар үшін маңызды болуы мүмкін. Егде адамдарға ағзасында калийді сақтап тұру маңызды болып табылады. Калий картоп құрамында баршылық.
Тойып тамақтанатын адамдар қайнатылған көкөністерді жұмыртқаға қосуға болады. Картоп денені А және С дәрумендерімен байытады. Ол да 50-ден асқан адамның күнделікті рационында болуы керек. 50 жастан асқан адамдардың күнделікті тамақтану салтында тұтас дәнді тосттары, ірімшік немесе басқа да ингредиенттер қосылған кәдімгі хлебцемен дайындау ұсынылады. Оларда көп талшық, В дәрумені, темір және магний бар. Мұндай пайдалы таңғы аспен тоқтап қалмай, қызанақ, зелен, жұмыртқа, авокадо және де басқа ингредиенттер аскөк, ақжелкен, салат, шпинат сияқты жаңа піскен көкөністерді қосуға болады. Мұның бәрі міндетті түрде сіздің мәзіріңізде болуы керек. Әсіресе жасыңыз 50-ден асқан болсаңыз, көк шөптер талшыққа және суға бай. Соның арқасында тағам жақсы және ұзақ уақыт бойы сінеді. Және сіз бірнеше сағат бойы тоқтық сезінесіз. Жасыл шөп көп мөлшерде күнделікті калория тұтынуды азайтуға көмектеседі және салмақ жоғалтуды жеңілдетуге көмектеседі. Зеленді таңғы асқа және түскі асқа қосу ұсынылады. Бутербродтарға немесе гарнирлерге қосу ұсынылады. Майлы балықтар. Аз ақша тұрмайтын лосось немесе форель сатып алуға міндеттелмейді. Олардың орнына тунец, треска, камбала, майшабақ алуға болады. Олар жоғары сапалы ақуыздың тамаша көзі және оның құрамында аз калория бар. 50 жастан асқан адамдарға ақуыздың жеткілікті мөлшерін алу, бұлшықет массасын сақтау және метаболизмді жеңілдету үшін қажет. Бұлшықет массасы неғұрлым көп болса, соғұрлым әдемі дене және калорияны жағу белсенді болады. Авокадо. Авокадоның құрамында көптеген пайдалы майлар, талшықтар, әртүрлі дәрумендер мен минералдар бар. Авокадо ұзақ уақыт бойы тоқтық сезімін сақтай отырып, ағзаға әртүрлі қоректік жетіспеушіліктердің орнын толтыруға көмектеседі. Оның пайдалылығына қарамастан авокадоны күнде жеуге болмайды, өйткені өнімнің калориясы жоғары. Сондықтан оның артық мөлшерде болуынан салмақ қосуы мүмкін. Фасоль. Фасольда көп мөлшерде ақуыз бен клетчаткалар бар. Мүмкіндігінше фасольді аз жеу керек. Фасольді сорпаға қосуға болады, гарнир, ет тағамдарына қосуға болады. Күнделікті өз тамағыңызға қоссаңыз болады. Уақыт өте келе аз тамақ жеп, бірақ өзіңізді керемет сезінетініңізді байқайсыз. Жаңа піскен жемістер. Жаңа піскен жемістер диеталық талшықтар мен дәрумендердің тамаша көзі болып табылады. Егер сіздің асқазаныңыз сау болса, таңғы асқа алмұрт немесе алма жеуге болады. Осылайша, сіз екінші типті қант диабетінің даму қаупін азайтасыз. Таңғы асқа маусымына байланысты сүйікті жемістерді қосуға болады. Олар банан, киви, шабдалы және басқалар болуы мүмкін. Немесе пеште алманы бір уш жаңғақ пен бал, қара өрік қосып пісіруге болады. Турнаслип. Ол біздің қанқамыз үшін ең жақсы жемістердің түрі. Қара өріктің құрамында сүйектерді қорғайтын өте маңызды заттар бар. Магний, калий витамині, бурмит және полифенолдар. Ал басқа да кептірілген жемістер, яғни кептірілген өрік, кептірілген мейіз, манго және тағы басқа өнімдер. Бұл өнімдер сүйек игілігі үшін мұндай қасиеттерге ие емес. Жидектер. Жидектер егер салмақ жоғалтқыңыз келсе қажет. Олардың құрамында көп талшықтар, антиоксиданттар бар. Бұл өнімнің арқасында қанға баяу сінеді. Қысты күні жаңа піскен таңқурай, қарақат табу мүмкін емес. Сондықтан қарақат, көкжидек, шие мұздатылған түрде сатылады. Соларды қолданамыз. Шын мәнінде жидектерді қатты мұздату арқылы өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Қара шоколад. Қара шоколадтың калориясы соншалықты жоғары емес. Сонымен қатар ол жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар қан қысымын реттей алады. Шоколадты кем дегенде 70% какаосы бар батондарды таңдаған жөн. Және қант деңгейі ингредиенттердің тізімінде бірінші орында болмағанына қараған жөн. Менің каналыма жазылып, қоңырау шалып, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.